Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта үшбұрыштарды шешу тақырыбына арналған есептерді шығарудамыз. Бізге ABC үшбұрышының үш қабырғасының ұзындығы берілген. Бізге табу керек осы үшбұрыштың ауданын, яғни белгісіз ABC үшбұрышының ауданын. Ауданын табудың бірнеше формуласы бар. Бізге белгілі үш қабырғасы. Үш қабырғасы бойынша біз оның аудан табу үшін Герон формуласын қолданамыз. Алдымен Герон формуласын еске түсірейік. S ABC үшбұрышы тең болады периметр P алынған әрбір қабырғасын жеке-жеке алып жазамыз жақшаға. Бұл Герон формуласы. Енді периметр бұл жерде үшбұрыштың жарым периметріне тең. Яғни периметр үш қабырғасын қосамыз. 3 қосылған 7 қосылған 8-ді бөлеміз 2-ге. Сонда жарты периметрі 9-ға тең. Енді оңай формулаға қойып шығайық. Әрбір қабырғасы ABC деген үшбұрыштың үш қабырғасының ұзындығы. S ABC тең периметр, P-ның жарым периметр 9, 9 алынған 3, бір қабырғасы, екінші қабырғасы 9 алынған 7, және 9 алынған 8. Бұны есептесеңіздер, мәні оңай шығады. Сонда ABC үшбұрышының ауданы 9-дан 3 шығады, түбір астында 6, 2 және 1. 12-ден бізден 2 шығады, 6 түбір асты 3-ге тең. Бұл бізде ауданы дециметр квадратқа. Енді балалар, осы ауданды тағы да бір формуланы тауып көрейікші. Бізде алдыңғы сабақта осы үшбұрыштың барлық бұрыштарын тапқанбыз. Бізге белгілі альфа бұрышы, яғни косинус 60 градус болған. Яғни альфа бұрышының градустық өлшемі 60 градусқа тең. Олай болса, екі қабырғасының және арасындағы бұрышы бойынша аудан тауып көрейік. Яғни S үшбұрыш ABC. ABC бұрышының ауданы. Енді бізге екі қабырғасы және арасындағы бұрышы бойынша 2-ден 1 AC қабырғасы көбейтілген AV қабырғасы көбейтілген синус 60 градус. Енді аудан табайық. S үшбұрыш ABC тең болады 2-ден 1, AC-ның ұзындығы 3-ге, AV-ның ұзындығы 8-ге, ал синус 60 градустағы мәні түбір асты 3-тің 2-ге қатынасы. Бұл жерде 2 мен 2-ні көбейтсек 4, 8-бен қысқартсақ 2 қалады. Сонда 6 түбір асты 3-ге тең. Яғни есепті балалар қай тәсілмен, қай формуланы қолдансақ та, оның ауданы бірдей шығу керек. Балалар, біз сіздермен қарастырдық үшбұрыштарды шешу тақырыбына арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.